Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіздер. Бүгінгі сабағымызға қош келдіңдер. Көңіл күйлерің қалай балалар? Жақсы. Өте жақсы. Менің де көңіл күйім өте жақсы. Ендеше бүгінгі сабағымызға бәріміз бір-бірімізге сәттілік тілеп отырайық орнымызға. Отырыңыздар. Бізге бүгін балалар дүниежүзі тарихы. Әрбір сабағымызды бастамас бұрын балалар сендер білесіңдер, біз сабағымызға өзімізге азық ретінде бір жақсы адамның туғанын, жақсы сөздерін аламыз. Бәріміз оқиықшы. Оқу білім азығы, адамның азығы. Оқу өмірдің сәні, тіршіліктің шамы. Сәкен Сейфуллин. Бұны айтқан атақты қазақтың атақты ақыны Сәкен Сейфуллин екен. Ендеше балалар, адамның азығы болатын, өмірдің сәні мен тіршіліктің шамы болатын білім кемесіне жүзуді ары қарай жалғастырып, біз дүниежүзі тарихына білімімізді ары қарай жалғастырамыз. Олай болса, біз қандай бөлімде өтіп жатырмыз балалар? Қандай бөлім өтіп жатырмыз? Біз ежелгі грекия бөлімінде өтіп жатырмыз. Өте жақсы. Өткен сабақтарда біз сендерменен ежелгі грекия мәдениетін бастадық, балалар? Олай болса, бәріміз төбемізге қарайықшы, жоғары қарайық. Сендердің топтарыңды мен алдын ала сендерге осындай бөліп қойдым. Бұл әрбір ұлттың, әрбір халықтың ерекше тарихи тұлғалары болады екен. Мына сендер көріп отырған тұлғалар жазылып тұрған топтарындағы. Бұл ежелгі грекияның ғалымдары, ақындары, балалар. Олай болса, әрбір топ өзінің артында қойылған ұлы тұлға туралы алдыңғы сабақпен байланыстырып сипаттаймыз. Білеміз ба? Тобымыздың атын қарап, сол тұлға туралы қысқаша мағлұмат айтамыз. Ал кім дайын? Қай топ дайын? Тезірек. Геродот. Кім дайын? Бірінші топ. Ал бәріміз назарымыз айғаным. Грек тарихшысы Геродот. Қаттырақ. Ол ғасырдан бұрынғы 485-425 жылы болған. Ол 9 кітаптан тұратын тарих атты кітаптар жазып қалдырған. Өте жақсы. Геродот сонымен кім екен балалар? Ежелгі грек Және оны кім деп атаймыз? Тарих. Өте тамаша. Екінші топ. Кім екен сендердің топтардың аты? Кәне, дайынбыз ба? Айша? Платон. Ол біздің заманымыздан бұрын 427 жыл мен 347 жылдар арасында өмір сүрген. Ол Сократтың шәкірті және де Аристотельдің ұстазы. Ол біздің заманымыздан бұрын 408 жылдары Сократпен танысып, онымен шәкіртке айналады. Адамның теңесі және де тәні өлгенімен жан дүниесі қалып қалады деп айтқан. Өте жақсы, Ол Платон балалар адамның тәні өлсе де жаны өмір сүреді дегенді айтқан екен, және атақты гректің ғалымы. Келесі кім тұр екен? Бәріміз білеміз ба? Кім? Гиппократты, берейік. Біздің топқа түскен грекияның философының бірі Гиппократ. Гиппократ грекияның атақты емшісі, дәрігер. Қазірде диплом алған дәрігерлер Гиппократтың атымен не береді? Ант береді. Жақсы. Яғни ең алғаш медицина ғылымының негізін салған деп айтсақ та болады екен. Ол кім екен ежелгі гректің? Гиппократ. Келесі топта бізде кім? Қол неге көтермейміз? Кім айтады? Фариза? Аристотель ол ірі ғалым, әрі философ. Оның сұлу деген сөздерін ғалымдар үйреніп біліп жүр. Оны тіптен алғашқы ұстаз деп те атайды. Македонскийдің ұстазы кім? Аристотель. Біз алдыңғы сабақтарда сендерменен Александр Македонский туралы, оның жасаған жорықтары туралы өткенде, оның ұстазы кім деп айтып едік? Аристотельді. Өте жақсы балалар. Енді олай болса, мына әлем картасынан біз өтіп жатқан Грекияның қайда орналасқанын кім көрсете алады? Грекияның қайда орналасқанын? Кім? Келе ғой, Бегарыс. Грекияны тауып көрсетеміз балалар. Бәріміз қараймыз, қайда орналасқан Грекия? Жерорта теңізінде. Дұрыс көрсетіп жатыр ма балалар? Біле ғой. Стикеріңдер өте жақсы. Міне балалар, Жерорта теңізіне орналасқан бірнеше аралдардан тұратын, жаңағы түбекке ене кірген орналасқан жер, ол ежелгі Грекия. Міне балалар, тамаша, отыра ғой, өте жақсы. Енді балалар, осы 4 оқушыға біз ерекше смайликтерімізді беріп кетейік, марапаттарымызды. Бізде бірінші топта Айғаным, екінші топта
Айша, 3-ші топта бізде Мерей, Тамаша, жарайсыңдар. 4-ші топта кім сипаттады бізде? Аристотельді, Фариза. Және картадан көрсеткен Бекарысқа да бір смайлик береміз. Тамаша балалар, қол шапалақтап қойыңыздар. Ал балалар, олай болса біз ежелгі грекия мәдениетімен танысуды ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ежелгі грекия өнері қандай болды деген сұрақ екен. Олай болса, дәптеріңізді ашып, бүгінгі күнді жазып, сабақтың тақырыбын жазамыз балалар. Дәптер, кітаптарымыз бәрімізде бар ма? Дәптеріміз жақсы жазамыз. Ежелгі грекия өнері қандай болды? Ал жақсы балалар. Жазып болсам, бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты балалар. Ежелгі дүние өнеріне сипаттама береміз. Грекия өнеріне. Сабақтың мақсаты ежелгі грекия өнеріндегі мүсіндердің ерекшелігіне сипаттау жасаймыз. Ғибадатханалардың салыну мен өнердің маңыздылығын білеміз бүгінгі сабақта. Және грекия өнерінің, соның ішінде мерекелердің, олимпиадалық ойындардың, театрдың шығу тарихын анықтайды екенбіз балалар. Және ежелгі олимпиада мен бүгінгі олимпиаданың ерекшеліктерін салыстырамыз. Қызық па сендерге сабақ? Өте жақсы балалар. Олай болса, жаңа сөздер, тірек сөздер, мұқият қарап балалар. Мына сөздердің ішінде біз қайсысын білеміз? Кім қайсы сөздер білеміз? Бәрі таныс сөздер бар ма? Інжу, қай сөзді білесің? Олимпиада ойындары. Олимпиада ойындарын білеміз ба? Алуа? Олимп, ол не олимп? Ол Фариза? Олимп ол егер орналасқан Тау, өте жақсы. Тағы қандай сөздерді білеміз балалар? Аяру? Театр. Жақсы. Енді балалар, бізге таныс емес сөздердің бірі литургия. Бұл дегеніміз балалар. Грекияда, ежелгі Грекияда адамдардың көбі бай тұрған екен. Бірақ олар өздерінің байлықтарының бір бөлігін қоғамдық жұмыстарға, мысалы, монша салуға, жол салуға, соғысқа сияқты жерлерге бөліп отырған екен. Соны не деп атайды екен? Литургия. Гераклды білеміз ба? Геракл ол ежелгі грек мифтарының кейіпкері. Ал театрды білеміз. Ал комедия, трагедия дегеніміз театрда қойылатын қойылымның түрлері екен балалар. Тірек сөздерді де дәптерге жазып аламыз. Өзіміз білмейтін сөздерді, бүгін танысқан сөздерді ғана балалар мәтінмен жұмыс жасап, жаңа сабақты түсінген болсаңдар, жаңа ұғымдарды. Олай болса тапсырма орындаймыз. Мына тапсырмаларға назар аударайық балалар. Неге мен мұндай 3 тапсырма алып отырмын? Қалай деп ойлайсыңдар? Мына тапсырмалар сендерге нені көрсетеді? Нені көрсетеді? Інжу? Бұл тапсырмалар бізге ежелгі грекияның олимпиадалық ойындарын көрсетеді. Яғни олимпиадалық ойындар қанша түрден болған екен? 5 түрден болған екен балалар. Олай болса, бірінші тапсырманы қараймыз. Бірінші тапсырма диск лақтыру ойыны. Бұл бойынша балалар, енді ойынның шарты не сендерге қазір кішкене ойын ойнайық. Ежелгі грекияға барып келгендей боламыз. Ол қалай аталады екен? Диск лақтыру. Егер де әр топтан бір оқушы шығады, дискіні лақтырып, дискі түскен парақты алып, сол жерден сұрақты оқиды. Оған жауап берсе, ол оқушы кім болып есептеледі? Жеңімпаз. Ал кім келеді? Кәне жігіттерден бастайық. Келе ғой, Айқын. Ал Айқынның қайсысына түседі екен? Қарайық балалар, мұқият. Ал ала ғой, сұрағыңды ала ғой. Ал мұқият тыңдайық. Сұрақ. Ең ірі Дионис театры қай қалада орналасқан? Ең ірі Дионис театры ол Афина қаласында орналасқан. Дұрыс па балалар? Молодец, жарайсың. Жақсы, енді балалар бер қараймыз. Бер келеміз, Айқын мұнда келеміз. Балалар, ежелгі Грекияда олимпиада ойындарында жеңіске жеткендерді қалай марапаттаған? Оқыдық қой біз алдымыз. Жаңа көрдік. Кім айтады? Мунира? Зәйтүн ағашын бұтағынан өріп, тәж жасаған. Ол жеңімпаздарды тәж кигізген екен зәйтүн ағашынан. Ал енді балалар, біздің бүгінгі марапатымыз міне, қазақтың көк туындай, көк түсті марапатты біз бүгінгі жаңа диск лақтырудан, тағы да басқа жаңа нелерден сұрақтардан жақсы жеңіске жеткен балаларды осылай марапаттаймыз. Ал қол шапалақтаймыз бәріміз. Жарайсың, Айқын. Тамаша, отыра ғой. Тамаша. Ал келесі кім екен? Кәне келесі сұрақтар Айғаным келеді деп тұр. Қол көтереміз балалар. Бұл жерде сабаққа қатысты сұрақтар жаңа өттік қой біздер. Екінші сұрақ. Ала ғой. Неліктен
келеді. Армия келе ғой. Тез балдар. Келесі жеңімпазымыз бола ма екен, Армия жоқ екен? Сұрағын оқи ғой. Олимпия қаласы қайда орналасқан? Олимпия қаласы ежелгі Грекияның оңтүстігіндегі Пелопоннес қаласының аралында бар. Дұрыс па балалар? Армия келе ғой. Сен де бүгінгі ойынның жеңімпазысың. Қол шапалақтап қояйық балалар. Келесі кім келеді? Мерей келе ғой. Қазір ұлдардан шығарамыз. Келе ғой. Тез Мерей жүгіріп. Ал, екі сұрақ қалды. Тез. О, тамаша сұрағыңды ала ғой. Тезірек. Оқи ғой. Сұрақ, Қазақстанда Олимпиада ойындарының қандай жеңімпаздарын білесің? О, балалар, бұл сұрақ. Қандай Олимпиада ойындардың жеңімпазы? Саттархан, Илья Ильин, Геннадий Головкин, және Тағы да кім қосады балалар? Иә? Тағы да қандай Олимпиадалық ойындарды үйде, онда тапсырма балалар. Тағы да Қазақстанды қандай Олимпиадалық ойындардың жеңімпаздарын білесіңдер? Біліп келеміз, жақсы мәліметтер. Отырамыз. Тамаша, қол шапалақтап қояйық. Тапсырма балалар, суретпен жұмыс. Міне, ежелгі Грекиядағы екі мүсінді көріп тұрсыңдар, иә? Мұқият қараймыз. Ол кітаптарында да бар. Ашып қарай қойыңдар. Кітаптарын ашып тұр. Енді осы сурет бойынша суретті кескіндене стратегиясымен мына сұрақтарға жауап береміз. Яғни, ана мүсінде көрсетілген кім, не, ол қашан тұрғызылды, қайда ол, және неге? Осы сұрақтарға жауап береміз. Кім? Дайын екен? Я, Зевс мүсіні біріншісі, я? Келе ғой. Інжу? Я. Ал, келіп таныстыра ғой. Көрсете ғой? Я. Міне. Зевс ол құдайлардың әкесі. Оны біздің заманымызда бұрынғы 433 жылы Фидий жасаған. Ол Олимпия қаласындағы Зевс храмының түкпірінде орналасқан. Және ол әлемнің 7 кереметі болып саналады. Дұрыс па балалар? Сонда қайда орналасқан? Алдық па? Мынау не екен сонда балалар? Мүсін, кімнің мүсіні? Қайда орналасқан? Олимпия қаласында. Неге қойыпты бұны балалар? Неге деген сұраққа? Өйткені Зевс құдайлардың құдайы деп оны ерекше құрметтеген екен. Жарайсың, тамаша отыра ғой. Інжу, міне саған тамаша жауабың үшін балалар, олай болса сабағымызды қорытындылау, бекіту мақсатында мынандай тапсырма орындаймыз. Үнемі орындап жүрген Вен диаграммасы. Енді бұл жерде балалар бер қараймыз. Ежелгі Грекияның олимпиадалық ойындарының мен мына жаққа, ежелгі Грекияның олимпиадалық ойындарын мына жаққа, бүгінгі күннің олимпиадалық ойындарын ерекшелігін жазамыз, және ортасына екеуінің ұқсастықтарын жазамыз дәптерімізге. Тезірек. Ал енді жазып оқушылар орындап жатқанда кімдер ауызша айтып жібереді? Көмекші ретінде. Айқын? Бұл кезіндегі олимпиадалық түрлері берілген. Мысалы, ежелгі Грекияның олимпиада ойындарын айтатын болсақ, олар өте қауіпті. Және де ол кезде марапаттауға зәйтүн ағашының бұтақтарынан өрілген тәж берілген. Ал қазіргі кезде мысалы не беріледі балалар? Мунира айтып отыр, көмектесе ғой. Біздерде қазіргі тата медаль береді. Өте жақсы. Алтын, күміс, 3 орыннан тұрады, Тағы да ойындардың түрлеріне қандай Фариза? Сабаққа қатысамыз, кәне ұлдар. Алуа. Қазіргі заманның ойындардың түрлері өте көп. Мысалы, волейбол ойындары, баскетбол ойындары, футбол ойындары. Жақсы. Олимпиада ойындарын жылдары 4 рет болады. Ол жазғы олимпиадалық ойындар және қысқы олимпиадалық ойындар. Өте жақсы, Міне балалар, олар ұқсастық олимпиадалық ойындар, дүниежүзілік олимпиадалық ойындар балалар, ол 4 жылда бізде де 4 жылда бір рет болып тұрады екен. Және Грекияда да, жазып отырмыз ба? Жақсы. Олай болса балалар, үй тапсырмасы жіберіледі сендерге. Бер қараймыз, сәйкестендіру тесті балалар, үй тапсырмасын мұқият тыңдаймыз. Осы параграфты жақсылап оқимыз, және мына сәйкестендіру тестін орындап келеміз. Біз бүгін сендерменен ежелгі грек өнері деген тақырыпты өттік. Бүгін біз сабақта қандай білім алдық? Сабақ ұнады ма сендерге? Ұнады ма? Өте көп ұғымдармен таныстық, балалар. Олай болса, алдарындағы стикерлеріңа мына білім әлемінде, бағана біз басында білім әлеміне саяхат жасаған болатын.
алатынбыз. Осы білім әлеміне өзіміздің ойларымызды әкеп тезірек жазып біле қоямыз.